Астана қаласында бельгиялық фотограф Барт Хервегтің көрмесі өтіп жатыр. Ол таңның атысымен күннің батысына дейін таумен тасты аралап суретке түсіруден жалықпайды. Оған табиғаттың тартымды көріністері жаңаша идеялар сыйлайды. Жанға сая жасыл желекті бейнелеуге құштар бельгиялық фотограф Барт Хервег туралы айтпақпыз өздеріңізге. Барт Хервегтің шығармашылығы пейзаж жанрын қамтиды. Табиғаттың тылсым құбылысын қалт жібермей фотоаппаратпен шырт еткізуге әрқашан дайын жүреді ол. Ал мына суретте Лангмерсен аймағы бейнеленген. Бұл оның алғаш түсірген туындысы. Табиғатқа деген махаббаты оны фотограф болуға жетеледі. Работа фотохудожника Барта Хервега. Суретші Барт Хервегтің жұмыстарынан еліне деген сүйіспеншілікті, велоспортқа деген қызығушылықты байқауға болады. Ол өзін ландшафтық фотограф деп атайды. Көрме Бельгия елшілігінің қолдауымен өтіп жатыр. Фотосуретші Астанада алғаш рет елорданың сұлулығы тамсандырды оны. Фотограф Фламандрияның Арден аймағында дүниеге келген. Дәл осы өңір оның ландшафтық фотограф болып қалыптасуына ықпал етті. Себебі көктем басталысымен бұл өлкеде веложарыс ұйымдастырылады. Сондай-ақ сәуір айында жасыл желекке оранған табиғатты тамашалауға болады. Міне суретшінің еңбектері де осы екі бағытта өрбиді. Негізі мына бүгінгі бельгиялық фотографтың жұмыстарын көріп отырсам, өте керемет, жүректің лебізін тербетіп, ішкі сезімдерді оятады. Осы мына көрмеде мен өзіме екі фото картина өте қатты ұнады, өйткені жаңағыдай суреттерді жасау өте қиын, бірақ Барт Хервег өзінің профессионализмнің арқасында жаңағыдай суреттер жасай алды. Көрмеге қойылған суреттер Фландрия турының белестері атты кітапта жарық көрген. Туындылардың көбі ағарып атқан таңда, сондай-ақ қызарып батқан кеште түсірілген. Қазақстанға суретшінің 60-қа жуық фотосы әкелінген. Табиғаттың сұлулығын паш еткен шығармалар жанды пейзажды елестетеді. Бельгиялық фотограф Барт Хервегтің көрмесі 9 желтоқсанға дейін жалғасады. Табиғаттың қайталанбас көрінісін көргіңіз келсе, қоланшы қазіргі заманғы өнер орталығына келіңіз. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.